Бүгін бізде қызық эксперимент. Бірінші рет сұхбат телефонға түсіріп жатыр. Мына жерде бізде қазір 3 камерамен түсіп жатыр да. И барлығы да iPhone. Егер осы категория бір адамда болатын болса, болды ол успешный мобилограф. Қазақ халқы бай жалқау халықпыз ғой. Осы күнге дейін бірде-бір студентім маған әлі жазған емес, мен жұмыс тапқан жоқпын. 2020 пандемия, көп адам жұмыссыз қалды. 100 000 қазақ халқын мен көзін ашқым келеді. Ал видеосыз сол товар өткізу қиын қазір уақытта. Бүгін бізде қызық эксперимент. Бірінші рет сұхбат телефонға түсіріп жатыр. Негізі Асхат қарап отырсам, бір ғана жылдың ішінде ма, жаңа технологиялар, әлеуметтік желілер біздің өмірімізді түбегейлі өзгертіп жіберді. Карантинге дейін мен есімде жоқ мобилография деген нәрсенің бұндай қатты танымал болғаны, осы TikTok-тың келуімен меніңше бірден осы видео контентке деген қызығушылық және оған әуес қойлық артып кеткен сияқты, солай ма? Иә, ол негізінде онлайн уақыт болды, біз карантин уақыты, ол бізде бірден рывок алып келді бұл саланың дамуына. Потому что бәрі онлайн болғаннан кейін уже адамдар съемка жасау керек. Обычно даже кәсіпкерлер енді оның барлықтарында камера жоқ қой. Үйлерінде отырып қалып, сторис түсіру керек, бір нәрсе түсіру керек, контент түсіру керек. Барлықтарында телефон бар. И сол уақытта именно осы карантин уақыты мобилография саласының дамуына вообще үлкен септігін тигізді, қатты септігін тигізді. Бұл трендті бізге кім алып келді негізі Қазақстанға? Кімнен басталды, неден басталды? Жалпы сен өзің кімнен көрдің, қайдан ең алғаш бұл нәрсеге қызықтың? Енді бұл трендті ең басында Қырым Талпай алып келді. Менің ойымша, пока телефон өмірде бар болғанша, бұл сала бар болады деп ойлаймын. Потому что камера ол телефонның енді бөлшегі ғой, енді алынбайтын, потому что телефон одан да қатты дамай беретін болады да әлі күнге дейін. И телефон дамыған сайын оның камерасы да күшейе беретін болады. Ал камерасы күшейген сайын мобилография саласы одан да қатты сапалы видеолар шыға беретін болады. Қазақстанда мобилографтар көп пе қазір таңда? Көп. Шамамен қанша мобилограф бар? Енді мықты мобилографтарды. Мықтылардың ішінде енді мықтылар өте аз. Өте аз, олар прямо санайсың шашылып кәдімгідей ше. Ең үздік 3 мобилографты атап бере аласың ба? Орынтай мырза, өзім студентім болған, 3-ші лектегі. Қанат мырза, ол тоже 4-ші лектегі студентім. Мади мырза, который нас снимает, тоже өте тоже талантты, креативті мобилографтар да. И осы командамен мен ұзаққа өте үлкен проект жасаймын деп ойлаймын. Мықты мобилографты қалай бағалайды? Оның идеясы. Ол, например, әдемі түсіре алуы мүмкін, ракурс алуы мүмкін, бірақ идеясы онша болуы мүмкін да. Немесе ода қымбат телефон болуы мүмкін, бірақ онша түсіре алмайды мысалы ше. Немесе ол креативті адам болуы мүмкін, бірақ тоже түсіре алмайды дұрыстап. Потому что идеясы мощный сценариста, бірақ именно түсіру техникасын білмейтін мысалы ше, сол сияқты технический моменттер білмейтін болуы мүмкін. Сол үшін мен ойлаймын, енді бір ғана критериймен мобилографты анықтау ол қиындау болады. Сол үшін бірнеше критерий болу керек ол жерде. Бірінші ол креативтілік болу керек, екінші ол сөйлеу болу керек әдемі, и үшіншісі ол әдемі видео түсіру болу керек. Осы 3 категория бойынша ол мықты. Егер осы категория бір адамда болатын болса, болды, ол успешный мобилограф. Ол ең кемінде айына $1 000 000 табады деген сөз. Железобетонно кәдімгідей. Енді бұл саламен айналысқаннан кейін өмірім кәдімгі 180 градусқа өзгерді. Бұрын мен енді наемный бухгалтер болып жүрген кезде, наемный жұмыста бухгалтер болып жүрген кезде, примерно таңғы сағат 8-де тұрасың, 9-да жұмыста боласың, кешкі 7-ге жұмыста боласың, ешқайда шыға алмайсың. Бір жаққа бару үшін сен сұрану керексің, кәдімгідей бастығынан. Бір жаққа қыдырып келген кезде тоже сұрану керексің. То есть зависим боласың да, қысқасын айтқанда. Ал қазір уже менде қалаған уақытымда тұрамын. Енді қалаған уақытымда тұрамын деп күніге 12-де ұйықтай бермеймін, потому что ұйықтай берген ол жалқаулық болады. Ағар даму керек, өзін дамыту керек. Күніне жоқ дегенде минимум 2 кездесу болады менде. Күніге болады кездесу. Ал осы соңғы уақытта, осы соңғы бір айдың ішінде кездесу вообще күніне 4-5 кездесуден болады. Білмеймін қаяқтан келіп жатқан, Алла тағала өзі беріп жатыр, келіп жатыр. 2 жыл бұрын ойладың ба осындай болады деп? Жоқ, вообще ойлаған жоқпын. Мен вообще мобилограф боламын деп ойлаған емеспін. Енді телефонға видео түсіру негізінде мен өзім үйрендім. Ол кезде біз
мен Нұрпапа мырзамен партнер болып бухгалтер болып істеп жатырмыз екеуміз. Ол негізі налоговик, өзінің компаниясы бар, бухгалтерский услугаларға қызмет көрсетеді. Сол кезде Шонбай онлайн ортасымен Қуаныш мырзамен енді танысып кеткен кезім. Сөйтіп әр жұма сайын Шонбай онлайн жігіттері футболға барады. Мен енді өзім футболды маған негізі жек көремін, по идее. Ойнай алмаймын ғой, шын айтқанда ше. Футбол ойнай алмаймын. PS-де ойнай алмаймын, короче, вообще футболды өмірде ойнай алмаймын. Ну, все равно енді ортамен араласу үшін не істеймін? Барып кәдімгі форма сатып аламын ғой. Форма сатып аламын, сөйтіп ол форманы, кстати, мен бір-ақ рет киемін футболға ше, болды. Одан кейін чисто әшейін ол футболға әшейін барып жүрдім, жігіттермен танысып араласу үшін. Сөйтіп футболдан шықтық бәріміз. Как раз өзім единственный ойнаған футболдан. Сөйтіп Нұрпапа мырза айтады, әзірге, короче, қазір біз неден кейін футболдан кейін жігіттермен өзіміздің шай ішетін дәстүр бар екен олар. Мәдени кафесінде шай ішіп отырады, әңгіме айтады, не істейді. Біз сол футбол шыққан кезде егер шай ішетін болсақ, онда мен саған хабарласамын деді. И тура сол күні, білмеймін енді қалай екен, мен универде оқыған достарым, 10 жылдан кейін достарым, не істейді, тоже сол күні мені кездесуге шақырады. Потому что оның алдында мен енді Қызылордада тұрғам, 1,5 жыл Қызылордада тұрғам, группаластарым көрмегелі көп болған. Келдім де бірден жұмысқа кірісіп кеттім де. Сол себептен олар давай, короче, кездесейік, шай ішейік деп неғып шақырады, кешкі сағат 10-ға тоже. И мен футболдан шығатын тоже сағат кешкі 10 примерно кездесу. И мен примерно ойланып тұрмын, блин, қазір қайсына барам. Сейфулмен жоғары көтеріп баратырмын, и өзіме шешім қабылдадым. Короче, шешімді не істедім, Алла тағала өзі бәрі реттейді дедім де, Құдайға тапсырдым. И өзіме сұрақ қойдым қазір, маған қазір қайсы бірінші хабарласады, Нұрекеге хабарласса, Нұрекеге барам қазір. Группаластар хабарласса, группаластарым барам дедім. И Сейфулмен жоғары шығып бардым, уже почти разводқа жақын-ақ қалдық, Сейфулнадағы. Сонымен Сейфулна разводқа енді шыға беріп былай 10-ға алып батқан кезде, жаңағы Нұреке хабарласады ғой телефонға. Асеке, короче, 15 минуттан кейін Мәдинеге жиналамыз жігіттермен. Сонда кел деді. Ол базар жоқ деді. Достармен жазып жібердім WhatsApp-қа. Ребята, короче, срочно кездесу бар, важный кездесу бар, шығып қалды деймін да. Соны кетіп, енді олар маған ренжіді. Кішкене дұрыс емес қой деп. Сонымен енді кейін қайта нормально болды. Сөйтіп кездесуге бардық, Мәдинеге бәріміз отырмыз, бір 10-15 шақты жігіттер отыр, барлығы. Оның ішінде Қуаныш мырза, Мейірбек мырза, барлығы бар кісілер. Бәріміз отырмыз. Сонымен сол жерде бір кезде менде iPhone 6 болатын. iPhone 6-ға мен, короче, видео түсіремін. И просто 2-3 секундтық видео, 2-3 кадр секундтан кадр аламын да, соны 12 секундтық видео түсіремін да. И сол жерде отырған кісілердің барлығын сторисқа белгілеп салып қоямын. Мен ол видеоны қалай үйрендім? Ну, сол түсірген ақшам обычный кадрда. Мен істедім. Содан бір күн бұрын маған неге Инстаграмда видеолип деген жаңағы монтаждайтын приложение шығады, таргет шығады. Білмеймін, қалай ол маған шыққан, мен қалай олардың интерестерден шыққан білмеймін, но білмеймін, өзі ғой маған шықты таргеті. И мен істедім, скачать етіп аламын. Соны күні бойы мен зерттеймін анауын бәрін. Сөйтіп ютубқа кіремін, видеолип, туториал деймін, шықпайды. Видеолип как сделать то шықпайды. Қазақша жазамын, орысша жазамын, ағылшынша жазамын, ағылшын тілінде. Тоже шықпайды. Оказывается, сол уақытта ол видеолипте ең бірінші шыққан уақыт екен да, ол приложение. Ешқандай туториал, ешқандай ана монтаж жасау туралы курс, видео ештеңе жоқ. Сөйтіп өзім шұқылаймын анан енді сөйтіп отырып алып. Сол күні бойы кешке дейін бір 10 сағат уақытым кетті анан шұқылағанға. Музыканы алып қосамын, ішінде бір жерін кесемін, стикер қояйын, бояп көремін. Бояған кезде менде не шығып қалған, жаңағы ограничение шығып қалған. Про дейтін. Мен өзім андайғам, сатып алу керек. Мен өзім андайым, естіп маған приложение ұнап қала ма, мен оны қарамаймын, ол қанша теңге тұрады, қанша теңге төлейсің. Ұнай ма, болды, мен бірден сатып аласам болды. Қарамаймын оны. Сатып алдым, подпискамен сатып алдым, айына 3090 теңге төлейткен оказывается. Әлі де төлеп жатырмын оны мен сол приложениеға. И сонымен, короче, сол сатып алғанда ішін зерттеймін ғой, музыканың барлығын көшіріп қоямын, не істеймін. И ұнап жатыр да маған, бояй аласың, кесе аласың, и вообще все, что угодно можно делать. Соның бәрін осы бір күн бойы кішкене білетінмін да, базовый итого какой-то бір 3-4% қана білемін ғой видеолипті. Монтаждап сол салып қоямыз сторисқа. И спокойно бәріміз жігіттермен давай үйге кетіп қаламыз. Түнгі сағат 1:30-да ұйықтап жатырмын. Жаңағы Дархан мырза маған хабарласады, Дархан Шонбай, Қуаныш мырзаның інісі. Хабарласып, Асеке, короче, мен ана видеоны срочно жібер телеграмға. Хит болып жатыр, мынау дейді. Не болып қалды, осындай, короче. Сен
хит болып жатсын, жігіттердің бәрі сұрап жатыр, видео жібер дейді. Ничего себе, телеграмға жіберіп жүремін, ертесінде қайтып жұмысқа келемін. Ол кезде офисқа барамын папа мырзамен бірге. Сөйтіп Қуаныш мырза маған шығар, короче, Асеке давай бір әңгіме бар, кездесейік дейді. Сонымен обедте барамын да Қуаныш мырзамен кездесемін. Сонымен сол уақытта айтады маған, Асеке, короче, сенде оказывается қабілетің бар екен, видео түсіру бойынша. Давай сен осыны, короче, баста, біз саған көмектесе аламыз, не істейміз дейді. Менде ол жақтан фиксированный 500 теңге тауып жатырмын айына ше. Айлығым бар, стабильный. Барлығы жақсы. Нұрпан мырзамен партнер болдым. Енді оған дейін уже мен наемный бухгалтер емеспін. Нұрпан мырзамен уже кәдімгі партнеріміз екеуміз істеп жатырмыз. Бұл вроде нормально. Сөйтіп Қуаныш мырза предлагать етті. Мен айттым, ойланып көремін дедім. Потому что бұл салаға қатты ол кезде сенген жоқ та. Иә. Тем более мен уже 10 жыл тұрдым. Иә. Білмеймін ғой не болатынын. Жетістікке жеткен, әлі көрмегенбіз, иә. Оның ертегі қандай болады? Иә, онда сондай жаңағыда снелік келеді, сомнение келеді. Сонымен уже 10 жыл бухгалтерлік опытым бар, стабильный жұмыс бар, айлық бар. Ойладым, рискқа кетпеймін бе деп. Сөйттім да жүре бердім, короче, параллельно. И сол уақыттарда как раз Шонбай онлайнда жаңағыдай трендтар болады, тренингтер болады. Бутаковкаға как раз Қуаныш мырза сол кезде тренингті жасайды. Сол бутаковкаға шығады, сол кезде мен телефонмен арасынан түсіріп жүремін. Қуаныш мырза маған өзі предлагать етті, сен давай бізге, короче, тестовый ретінде түсір. Если ұнап жатса, онда командаға алып бірге жұмыс істейміз деген сияқты маған предложение жасады. И сол кезде бутаковкаға шығып жүрдік, түсіріп жүрдік. Видеолар барлығы шықты, отчетный видеолар шықты. 1 минуттық, 2 минуттық видео жасаймын тренинг туралы. Барлығын iPhone 6-мен түсіріп жүрмін ана жерде. И сонымен Қуаныш мырза маған тағы да шығады, короче, Асеке, давай, болды енді. Сен бухгалтерияны полностью қой. Нұрпан мырзамен өзім сөйлесеміз, бәріміз жігіттермен сөйлесіп ақылдасамыз. Сонымен осы салаға сен кел, біз саған көмектесеміз. Сен бізге как раз Шонбай онлайнда медиа бөлімін ашып жатырмыз. Сен сол медиа бөлімінің басшысы боласың, команда жинайсың. И вообще полностью біздің Шонбай онлайннан видеосын жауап бересің дейді маған. Мен вообще шок миым деген кеткен ғой андай ше, уже жарып кеткен ғой. Видеодан ешқандай хабарым жоқ. Шонбай онлайн университетінде медиа бөлімінің басшысы болады. Ойлаңызшы, ё-майо, таң қалдым, қалай болды деп. Сөйтіп тұрып, айлыққа кіремін, жаңағы неге, Шонбай онлайнға 200 000 теңгеге. Сөйтіп жұмыс істеймін. Енді оған дейін 500 000 тауып жүрмін. 200 000 теңге айлық, как рискованно, не үшін ондай болды деп. И сонымен почти бір ай солай ұстап жүрдім. И сол, именно сол 200 000 теңге айлық болып жүрген кезде, бір ай көлемінде бізде не болды? Құпия тур болды, Қазақстан бойынша құпия турға шықтық. Бір аптаға шығып кеттік кәдімгідей. Мен жақта жұмысым қалып кетті, уже бухгалтерия ше, параллельно жүрдік туда-сюда. Одан кейін барып, октябрьдің примерно сол, ол кезде 2019 жыл. Октябрьдің орталарына таман, 19-15-не таман мен Стамбулға бардым, Мобилограф арқасында. Өмірімде бірінші рет шетелге шықтым. Мә, саған таң қалдым. Мобилография маған көптеген мүмкіндіктерді берді. Ё-майо деп ойладым. Вообще болмаған ғой өмірімде шетелге бірінші шықтым. Бухгалтер жүрген кезде шаршап кеттім да уже бухгалтериядан ше. И бір бизнес ашу керек деп, сол кезде сушилар бизнесін қараймын, ютубтан қараймын, кофейняның бизнесін қараймын, соңғы бір жыл сол ауып жүрдім, бизнес ашамын деп шаршап кеттім. Сол әртүрлі бизнестерді қарап жүрдім да. И ойладым, бір нәрсе істеу керек. Сол кезде де бір сұхбаттың ше ютубта сол Қуанышымыздан көріп қаламын ғой. Йо, бізде де қазақтың жігіттері бар екен ғой, бизнес жасап жатқан деймін да. Сұхбаттан көріп қаламын. Соны подписаться етемін, сөйтіп Румбидің основателі екен негізін қалаушы. Сөйтіп ұнап қалады контент, и солай жазыламын. И сол жазылған кезде, сол 2018 жылдың декабрінде, біз, короче, 2019 вот январда біз Шонбай онлайн мектебін ашамыз. Осында бизнеске арналған тренингтер болады, өзін дамыту, тұлғалық даму деген сияқты. И сол курс сатып аламын ғой мен. И ол кезде мен Қызылорда тұрамын, айлығым 400 000 теңге, компания маған 100 000 теңге тағы төлеп жатыр неге, квартирама. Ну, жетпейді де, короче, все равно ше. Даже сол кезде 46 800 теңге, мен соны курстық төліп ақшам болмай қалдым, мен сол кезде ше, потому что телефон алғам, кредитқа, ноутбук алғам, кредитқа, ипотекам бар, машинам кредитта, короче, полный кредит, барлығы кредитта. Сондай жетпей қалды, короче, өзіме. Сөйтем да, сол жаңа директор маған сол 46 800 теңге төлеп береді. Енді ана курс алғаннан кейін бір айдың ішінде мен жаңағы қайтадан ақшаны қайтарып беремін. Құтыламын спокойно.
сөйтіп сол курсты аламын. Сол кезде сол Қуаныш мырзамен уже мен шонбай онлайн ортасында көру арманым болады, кәдімгідей арманым цель қоямын өзіме, осы кісімен таныссам қалай болады деп сияқты. И сол кісілермен танысып, не істеп, солардың ортасына кіріп, не істеп жақсы араласып кеттік. Командаға бірге жұмыс істедік, шетелге бірге шықтық, Украинаға бірге шықтық, Дубайға бірге шықтық, Стамбулға бірге шықтық. Ойлаңызшы, то есть мобилография маған кәдімгі орта берді ғой. Жаңа орта берді, жаңа мүмкіндік берді. И вообще мышление өзгертіп жіберді маған ше, сол орта арқасында. То есть сондай мүмкіндік берді да маған. Оған дейін мен 500 теңге тауып жүрдім, қалып мобилографиямен айналыса бастадым. Екіншіден бастап уже айлықтан бастап 1,5-2 миллион теңге таба бастадым. 1-2 жылдың ішінде сенің өмірің түбегейлі өзгерді. Мүлде бұрын істеп көрмек түгілі қызығып көрмеген салаға бет бұрдың. Бұрын таппаған табыс таба бастадың. Жаңа орта таптың. Өзіңнің кәсібіңді аштың. Былай жасауға болатынын түсіндім да мен. И сол себептен бұл саланы одан бетер дамытқым келеді Қазақстан бойынша. Сен жақында ғана Дубайға барып келдің. Ол жақта не болды, айтып берші? Дубайда бізде тур болды. Оны ұйымдастырған жаңағындай Әсет мырзалар, Әсет, жаңа Алмас мырза, Ермек. Әсет мырза дегеніміз ол кәсіпкер. Ол кәсіпкер, ол нетворкер, Қазақстандағы номер 1 нетворкер. Ол яғни көптеген кәсіпкерлердің басын қосады. Ана кісілер бірімен танысады. И әр кәсіпкерлер бір-бірлерімен коллаборация етеді, короче. И ол соған істейді да, сондай да, оның мақсаты. То есть кәсіпкерлердің басын қосу, үлкен іс жасау ғой. Сол. Как раз алды Дубайда 80 кәсіпкердің басын қосып, сол жақта тренинг болды. 80 қазақ кәсіпкер. 80 қазақ кәсіпкер. Олардың үлкен миллиардер, миллиондап табатқан адамдар, үлкен заводтары бар, әрқайсыларының инфобизнес саласында адамдар бар. И сол жерде Әсет мырза маған спикер болуды ұсынды. Мен де атауы қуанып енді. Яғни сен 80 кәсіпкердің алдында сөйледің. Сөйледім Не сөйледің оларға? Үйреттің ба бір нәрсе? Иә, үйреттім. Мен негізінде басында ойлағам, біз Шымкент қаласында мастер-класс жасаймыз деп ойлап мобилография бойынша. И бір қарасам, Дубайда мен выступать жүрдім да мастер-класста. Ойламаған жерден да, Алла тағала берді кәдімгідей бүйтіп. Ол жерде мен мобилографияны вообще ол не үшін керек, кімге керек, ол кім? Және оның кәсіпкерлерге қандай пайдасы бар, сол туралы айттым. И сол жерде 1-2 техника көрсетіп жібердім мобилографтарға. То есть кәсіпкерлерге. Түсіру тәсілі. Иә, түсіру тәсілі. Олар кәдімгі 80 кәсіпкер тұрды да видео түсірді сол жерде. Бәрі сол жерде уже стористе уже определенный видеолар более качественно болды. Сол жерде прям музыканы қалай қояды, тексті жазып, видеоны салған кезде қалай кесуге болады, сол на месте үлкен экранда көрсетіп жібердім. И 80 кәсіпкер қарап отырып, бірден монтаж жасады. Үйренді, мені уже белгіледі. И уже мен білем да, уже Қазақстандағы ең мықты деген кәсіпкерлердің 80-ін сол жерде уже көрді. Что мобилография ол бизнесқа өте керек екен. То есть ол не только бизнестің развитиясы, ал адамның жеке брендінің дамуына ол қатты әсер етеді. Аллаға шүкір, осы мобилографияның телефонмен видео түсірудің арқасында менің жеке брендім кәдімгідей лай өсіп жатыр да. И көптеген орта, басында маған орта берді. Ал орта арқылы уже мен ары қарай уже масштабированиеге кеттім да. То есть ол мобилография бірінші сізге ол орта береді. То есть мобилография тең орта, тең ақша ғой, короче, табыс. Негізі мобилографияның Қазақстандағы болашағы қандай? Болашағы бар ма? Болашағы бар. Себебі қазір алдын айттым ғой бағанағы Алтын көпір деген проект бойынша Дубайда 80 қазақ үйренді мобилографияны. Толық болмаса да, просто базы уже білет, оларда мобилографияда не екенін уже білет. Соответственно, олар уже примерно мен туралы естіді. Менде команда бар екен естіді. Мобарми деген компания бар екен білет. Что мобилография ол уже кәсіпкерлерге айтады ғой, неотъемлемая часть договора дейді ғой. Сол сияқты кәсіпкерлердің неотъемлемая часть какой-то бір тоже сферасында осы мобилография болатын болады. И олар қазіргі уақытта Instagram бара-бара дамып жатыр. Жылдан жылға телефондардың камерасы күшейіп жатыр. Ол деген сөз мобилография одан сайын күшейе береді деген сөз. Максимально. Ал именно Қазақстан бойынша мен қазір именно осы мобилографияның дамуына максимально үлесімді қосайын деп жатырмын. Масштабные проекттер істейін деп жатырмын. Мен тек қана там жай мобилограф болып, заказ алып шектеліп қалатқан жоқпын, а именно бүкіл Қазақстандағы мобилографтарды, мобилограф еместерді мобилограф қылып, оларды жоғары табысқа шығару, мен өзіме осындай мақсат қойып тұрмын. Кемінде $1000 табу керек мобилограф. Соны қалай табу керек екенін мен уже өзім жаңа сабақтарымда, курстарымда сол жерде бәрін айтып беретін боламын.
Асхат, сені көбірек коуч деген дұрыс па, жоқ әлде мобилограф деген дұрыс па? Енді ол жерде мен мобилограф коуч деп өзімді вообще позиционировать еткім келеді Қазақстанда. Не только Қазақстанда, құдай қаласа бүкіл әлемге. Почему? Потому что мобилограф ол мен өзімде заказдар жаламын, бірақ мен заказдарым өте қымбат тұрады. Там 40 мың теңгеге или там 20 мың теңгеге заказ алмаймын. Ондай заказдар маған көп келеді, 50 мыңға, 60 мыңға заказдар келеді, 80 мыңға заказдар келеді. Мен оны просто өзімнің үздік студенттеріме бере беремін. Сен неше теңгеге? Минимум 300 мың 400 мың теңге бір видеоға. Ол кәдімгі үлкен компаниялар имиджі видео болатын болса, кәдімгідей соларды аламын. Ол неше минуттық видео болады? Ол 1 минуттық болуы мүмкін, немесе 40 секундтық болуы мүмкін. Бірақ ол имиджі видео болады. Яғни сен оны түсіресің және монтаждайсың. Мобилограф дегеніміз өзі түсіріп, өзі монтаждайды. Музыкасын да өзі қояды. Полностью өзі қойып, под ключ береді ғой. Бір адам соның барлық функцияны орындайды. Иә, бір адам барлығын, ол жерде сценарист болады мобилограф деген ол. То есть мобилограф вообще кім да ол мысалы? Сен сценаристсің, операторсың, монтаж жасайтын адамсың, ана әртүрлі локациялармен келісетін адамсың, клиенттермен сататын кезде онымен тоже договор жасайтын адамсың. То есть все в одном. Мобилографта осы қасиеттердің барлығы болатын болса, ол успешный, мықты номер 1 деп айтуға болады. Не керек бұндай шешім қабылдау үшін, бұндай жаңа бір нәрсе бастау үшін? Қазір көп қой жастар бастай алмай жүр, бастағысы келеді, оқиды, ізденеді, бірақ бәрібір де бір қадам жасауға аяқ тартады, қорқады. Енді менің мыслеме өзгерткен бір сөздер бар. Мысалы, көп адамдар жалқау ғой негізі, біздің қазақ халқы жалқау халықпыз ғой. Элементарно таңертең тұруға ерінеді негізінде, ерте тұруға ерінеді. Бір какой-то жұмысты бастауға ерінеді, ертең жүре береді, надо похудеть дейді, короче, ертең де жүре береді. Тренировка барып өтіп, ертең де жүре береді. Көп. Дүйсенбіден бастап барам деп па? Понедельниктен бастап барам деп, ол қай понедельник екені белгісіз. Определенный бір цель болмаса, сіз просто ертең де жүре бересіз. Енді есетіңізші, сіз примерно ертең таңғы сағат 8-де сен Дубайға ұшып барасың десе. Сіз не істейсіз? Сізде уже цель бар ғой? Примерно сен бір апта алдыға уже білесің, қалай сен Дубайда күшті кафеге кетіп қыдыратыныңды, видеолар түсіретініңді білесің да, сенде андай бір күшті энергия пайда болады өзімен өзі. Сен не істейсің, даже таңғы сағат 8-ге сен түнде ұйықтамайсың ғой, сен Дубай туралы видео көресің, местоположение қарайсың. Сен уже не істейсің, әрекет істейсің да, сен қалай да сол бір аптаны сен қалай күшті өткізуге болатынын. Понимаете? И мен түсіндім, что адамға определенный хотя бы бір аптаға бір какой-то мақсат болу керек та, чтобы сен сол аптанды продуктивно өткізу үшін. А мен бір апта емес, мен өзіме 1 жылға, 10 жылға, 20 жылға өзіме алдым қойып тастадым мақсатты. Именно осы мобилографияны мен атауы мүмкіншілігін түсіндім да, что реально ол өте көп деген несі бар, возможности бар. Мен соны түсіндім, и ол маған қатты мотивация береді. 1 жыл алда мен қандай целім бар, 2 жылдан кейін қандай целім бар, барлығы мен өзіме жазып тастағанмын. Қандай мақсатың бар енді алдағы 1 жылға, егер құпия болмаса? Алдағы 1 жылға менде мақсатым Қазақстанда осы каждый азаматына, Қазақстанның түпкір-түпкірінде қалаймыз, а именно ауылдық аймақтарда каждый азамат ең кемінде хотя бы 100 мың қазақ халқын мен көзін ашқым келеді. Ребята, вот проснитесь, реально есть возможность айына ең кемінде, короче, $1000 ма, $2000, вообще миллион теңгеден жоғары табыс табуға болады айына. Просто телефон видео түсіріп, керек емес там строительство жұмыс істеу, таңертеңнен кешке дейін там мұрнынан там қан ағып, или күзетші болу, или таксовать ету, нерв болып ше, или бір жерде шаршап, короче, продажник мындай бір ғой, барахолкада бір жерде істеп, короче, отдел продаждағандай, не, сатушы болып ше, или магазинде сатушы болып, там 70 000 теңге айлық алып ше. Таза, креативті жұмыс істеп, айына $1 миллион табуға болады, смело. Мен оған өзім көзім жетті, и мен оны соны басқаларға көрсеткім келеді. Маған күніне ең кемінде 2-3 жекеге директке хат келеді. Асат мырза, қайырлы күн, бізге мобилограф қажет. Мобилограф қажет. Осындай мобилограф қажет. Зарплатасы 150 мың, 200 мың, 300 мың, 400 мың деп кәдімгі күні келеді. Кешенің өзінде мен 4 адамға өзім студенттеріме жұмыс тауып бердім. 4 адамға кешегінің өзінде. То есть күніне мен уже 4-5 мобилографтарды былай распределяю. Енді қараңыздар, бір болашақта айтып жібейді, қазір не болатын. Примерно бір 2 айдың көлемінде, даже 1 айда болады, мен сервис жасамадым. Қазір менде App Store'да Play Market'те Mobarme деген приложение бар. Ол жерде менің платформа, ол жерде қазір кәдімгі өзінің курстарын сол жерден сатылып жүріп жатыр да, онлайндағы сол жерден көреді. И сол жерге мен дополнительный функция қойын деп жатырмын, заказ алу, тапсырыс алу деген. Например, сіз Астана қаласында жүрсіз, сізде бір кездесу бар, маңызды, соны сізге әдемі видеоға түсіру керек. Бірақ сіздің мобилографыңыз Алматыда қалып кетті мысалы да, немесе жоқ.
сіз не істейсіз, мобармен приложениеге кіресіз, ішінде астанасыз ба, қала таңдайсыз, фильтр не сияқты ғой, колеса крыша сияқты, Яндекс сияқты қаласын таңдайсыз, қанша теңгені сіз беруге дайынсыз сол видеоға, и қай уақытқа басасыз, типа интерді басасыз, сізге список шығады, именно тек қана менің студенттерім ғана. Яғни біздің мобармен курсының студенттерінің списогі сол жерге шығады, рейтинг бойынша, портфолиосын бойынша өзіңіз қарап таңдап алатын боласыз. Ол тек Астана қаласы шығады. Сол сияқты басқа любой қалада болатын болсаңыз, әр қаланы таңдау арқылы сіз сол қаладағы мобилографқа уже прямой шыға аласыз да. То есть бұл сервис мобилограф пен заказчикті бір-бірімен байланыстырады да. Уже мобилограф осы салаға келгеннен кейін ол уже ойламау керек та, ертең заказ қайдан аламын, мен ақша таба алмай қалмайын ба деген ой болмау керек. Сол ойдың бәрін мен алып тастау үшін осы сервисті қосып жатырмын қазір. И уже бастапқы алғашқы жұмыстар уже басталып кетті. Қазір бір ай көлемінде ол уже дайын болады. Одан да қатты глобальный ойлайтын болсақ, ол примерно бір жыл көлемінде құдай қалса болады. Ол жерде мобармен глобал болады. Мобармен глобал, немесе Word деп қоям. Ол жерде осы сервис ағылшын орысша тілінде аударылады да, и уже бүкіл әлем бойынша осы сервисті қолдануға болады. Әлем демекші, қандай елдерде бұл жақсы дамып жатыр? Қандай елдерде? СНГ-ның барлық қалаларында дамып жатыр. Осының жерде тоже топ мобилографтар бар. Одан кейін Америкада бұл өте қатты дамыған. Америкада вообще бұл 2015 жылдан даже Bentley компаниясы өзінің имиджевый видеосын именно iPhone 6s және iPhone 7-ге түсірген. Монтажды олар iPad-та жасаған. Енді экран үлкен ғой, хотя платформа iOS қой. Анамен істеуге болады, просто енді сосақта сыю ыңғайлы болу үшін iPad-та істеген. Главное уже монтаж тоже не да, компьютер емес та. Түсірген iPhone-мен монтажды iPad-пен жасаған. Яғни бұл жаңа әлемдегі жаңа тренд. Тренд, иә. Бұл мобильный да, өзі мобилография деген сөз, мобильность та, сіз любой жерде алып бірден түсіре бересіз. Қазірдің өзінде біздің операторлар мына дейді, бізде қазір 3 камерамен түсіріп жатыр да, и барлығы да iPhone. Ешқандай профессиональный камера керек емес. Біз қалтаңа сап келдің, сен камераны қойдың, штативге қойдың, түсіріп жатсың да. Петличка, бұл дополнительный құрылғы, который біздің дауысымыз бәрі таза шығу үшін. Осының барлығын кәдімгідей біз қолданып, то есть біз получается анау профессиональный видео әлеміндегі заттарды аламыз да, мобильный қылып, телефонға алып келеміз ғой. И качество да сондай қылып береді да. Біз алдында опрос жасадық бір блогер кісімен. Өзбекстан, Қырғызстан 0. Вообще жоқ ол сала. Ешкім үйретіп жатқан жоқ ол саланы. Яғни бізде қазақтың өзіміздің жастарымыз сол жаққа шыға алады. Енді қараңыздар, тағы да бір не айтайын. Айтқым келе береді болашақта. То есть мен мобилографияда енді қазір өзім үйретіп жатырмын ғой. Өзімнің командам бар определенный, қазір олар да менің студенттерім болған, қазір соларды мен спикер қылып жатырмын. То есть біз мобилографияда курсымызда біз ең жақсы деген студенттеріміз аламыз да, уже мен өзіме команда қалам, и болашақта 1-2 айдан кейін мен сол кісілерді уже спикер қылып, олар да сол уже мобилографиядан үйрету арқылы ақша табатындай дәрежеге жеткіземін да. Түсінесіз ба? То есть ол тек қана видео түсіріп заказ алмайды, ол өзінің үйренген білімін басқа біреуге үйрету арқылы табыс табатын болады. Ол кезде сіздің табысыңыз, конечно, білімде ақша көп та негізінде. Потому что инвестицияны көбісі білімге салынады да, а білімде шексіз. Сіз заказбен шектеп қалуыңыз мүмкін. Айына 10 заказ алуыңыз мүмкін, 50 000 теңгені, 500 теңге бол, ағарай уақыт жетпей қалуы мүмкін да. Но білімнен сіз бір рет уже жақсылап курсты түсіріп алсаңыз, уже сізде қарай шексіз да. Именно осыны мен уже студенттерім үйреткім келеді. Потому что мен бір өзім, например, офлайн жайнайтын болсам, максимум там помещениеға, өзім офисыма 30 адам сияды да. Ал мен сияқтылар еще 10 болса ше, который менің методикамен четко шаблон үйрететін болса. Ойлаңызшы, біз одновременно уже 30 емес, біз одновременно 300 мобилограф тәрбиеленеміз да. Массовый кетеді да. Ал бір Алматының өзінде 300 мыңнан астам кәсіпорындар бар да. ИПТО-лар бар статистикамен да. И олардың әрқайсының инстаграмдары бар да. Олардың барлығы айға жүрген жоқ қой, жұмыс істеп жатыр. Олардың продажасын өсіру керек. Каждыйында бір услуга, қызмет, товар сатады. Соның товардың бәрін өткізу үшін оларға по-любому видео керек. Ал видеосыз сол товар өткізу қиын қазір уақытта. Мен баяғыда универде оқып жүрген кезде мен арманым болды офиста жұмыс істеу. Енді сол менің универлік мышлением сондай болды да. Ол кезде ондай бір бизнес мотивациялық или сол уақытта бір Асқат Шынәлі сияқты біреу болған жоқ, мотивация береді. Немесе ол уақытта Қуаныш Шынбай болған жоқ, мотивация беріп біздің көзімізді бизнеске деген идеямызды тудырады ше. Сол универде менде андай мышление болды. Мен бір мықты кәсіпорынға кіріп, әдемі офиста істесем екен деген. И то жұмыскер да, бухгалтер болу деген сияқты. Ал кейін мен уже 10 жыл бухгалтер болғаннан кейін, офисный сферада істегеннен кейін мен уже маған тошнит офиста отырған бар ғой. Реально. Таңертең кешке отырасың, бір жерде отырасың, ешқандай креатив жоқ, идея жоқ.
Просто сен одно и то же каждый день просто сидишь и печатаешь, короче. Уақытың кетеді, Уақытың кетеді, энергияң да алады. И сен солай істеп болсаң, до конца пенсияға дейін уже солай бухгалтер жүре бересің да. Ну, наемный жұмыстар істей бересің. Негізінде адамның өзінің ойы, мышлениесі болу керек, бірінші өзінің көзқарасы болу керек. Адамның мышлениесі дұрыс дамитын орта қалыптастыру үшін сіз хотя бы элементарный инстаграмда дұрыс адамдарға подписан болу керексіз. Дұрыс адамдарға. То есть, который бизнес туралы ойлайтын, одан кейін даму туралы ойлайтын, бір қуып кеткен бір контент емес, андай бір TikTok-тағы дешевый контенттер болады ғой. Онда емес, а именно мотивация беретін сізге, алға ұмтылуға мақсат қоятын, мақсат қоя алатындай сізге сондай идея беретін, сондай Инстаграмда, Ютубта дұрыс адамдарға подписан болу керек. Сол кезде сізде уже ойыңыз, мышлениеңіз өзгереді. Мен осылай деп ойлаймын. И одан кейін тағы бір нәрсе айтып жіберейін. Бағана айттым ғой, офиста отырған кезде менде универде мышлением болды. Реально офиста отырып жұмыс істеу. А когда мен уже офисте отырып жұмыс істеген кезде 10 жыл менде арман болды. Блин, қалай мен просто кофейняда отырып ноутбугымды алып аламын да ақша табамын деген. Просто отырасың, бір переговор болады, фук, там саған ақша түсті мысалы да. И сол кезде сол бухгалтер жүрген сонда арман болды. Блин, қалай өйстіп ақша тапсам екен. И Аллаға шүкір, қазір мен чисто әртүрлі кофейняларда отырып, кездесулерде отырып, заказдарды қабылдап, видеоға табысты 100 мың, 200 мың теңгеден постоянно. И сонда ақшаға жетіппін да, қазір уже, оказывается, Алла тағала маған уже соны беріп қойды да, прикиньте. И недавно соны осознал, блин, оказывается, мен сол жүрген ғой вообще. Біз бүгін Асхатпен тек қана сұхбат жүргізіп жүрген жоқ, сонымен қатар арасында демалып үлгеріп жатырмыз. Қазір Алматының сыртындағы демалыс аймағына келдік. Осы уақытқа дейін мобилографияны оқып шыққан студенттердің санын айта аласың ба, қанша? Так, енді общий бұрынғы Шонбай онлайннан бірге сатылған барлығын қосатын болсам 20 мыңнан асады. 20 мыңнан астам студенттер уже менің курсымды оқып біледі олар. Олардың арасында студенттер де бар, оқушылар да бар. Иә, барлығы бар. Үлкен кісілер де бар, бизнесмендер де бар, әртүрлі бар. Ал егер тек қана қазір менің Мобарби мектебімден қарайтын болсақ, қазір бізде уже 7-ші шегіншілік басталады скоро. Ол жерде уже бізде примерно бір 220 адамдай бар уже бізде. Болашақтағы жоспар қандай? Биыл енді қанша студент келеді деп жоспарлап отырсың? Жылдың бітуіне бір 3-4 ай қалды. Жылдың соңына шейін 10 мың студентті үйреткім келеді. То есть 10 мың біздің қазақтың азаматтары уже айына 400 теңге айлық минимум таба алатын болады. Мен сол үшін барлық күшімді саламын, ол үшін жаңа приложение жасаймын, заказ алатын функциялар қосамын, бүкіл курстардың барлығы да тобо уже автоматизированный, обратной связьбен качественный продукт алатындай қылып дәрежеге жеткіземіз. И соның бәрін қазір біз жасап жатырмыз уже. Сен демеушілерің, инвесторларың бар ма? Инвесторларым бар. Саған қолдау білдіріп жатқан. Инвесторларым бар, бірақ есім атамауын өтінді. Инвесторлар бар. Потому что бұл проект болашағы бар екенін білді. Инвестор енді ол жай адам емес қой, понимаете, ол кәдімгі үлкен анализ жасайды, бірнеше миллиондаған қаржылар бар. Яғни ол бекерден бекер мобилографияға ақша салып жатқан жоқ та, потому что болашағы бар екен. Бұл спроста, сұраныста өте жоғары болатынын біліп тұр. И сол себептен бізде енді үлкен жобалар бар, алдымызға қойған, осы бір жылға жоспар құрып қойдық, но негізінде біз вообще 10 жылға алдыға жоспарымыз бар негізінде. Мобилография бұл мен түсінгенім әуесқойлыққа жақын, сұранысқа үлкен сұранысқа ие, және кез келген қолында телефоны бар адам қызықса үйреніп кете салатын сондай бір жаңа мамандық дейміз ба, сондай болып тұр. Мен мамандық деп есептем келмейді, мен бұны қазіргі замандағы трендтағы қабілет. Мен бұны қазіргі заманның қабілеттері деп атағым келеді. То есть оған не жетеді? Оған қазіргі осы мобилография, қазіргі замандағы қабілеттердің бірі ол әдемі текст жаза білу, әдемі сторис түсіре білу, әдемі видео түсіре білу және әдемі монтаж жасау білу. Осы қазіргі заман нелерді, қабілеттері. Мысалы, бухгалтер ол мамандық, кассир ол мамандық, отдел продаж ол мамандық. Ал именно творческий жұмыстар олар уже адамның қабілеттері, яғни навык та олар істейсіз. Ол навыкты любой адам үйрене алады. Бұны үйрену үшін 4 жыл оқудың қажеті жоқ. Бір айдың ішінде үйренуге болады. Но если даже концентрацияның барлығын бітіп, фокустың барлығын бір салаға несі бөлсе, онда бір аптан көлемде үйренуге болады даже. Сен түлектердің барлығы жұмыс тапты ма, таба алмады ма бәрі? Бәрі тапты. Осы салада ма? Осы күнге дейін бірде-бір студентім маған әлі жазған емес, мен жұмыс тапқан жоқпын деді. Мен өзім сабақтардан айтамын, вот реально жұмыс таппай жатсың ба, маған жазшы, мен саған заказдай беремін.
ну студенттеріме, конечно, потому что мен өзім студенттеріме өз білем да, уже олар қалай үйреткендерімді білем. Мүмкін кейбір жерін түсінбей қалған шығар, и всегда менде обратная связь бар олармен. Любой уақытта олар маған жеке жазып, мен любой уақытта оларға определенный бір не бере аламын да, консультация, мына жерін былай жаса, мына жерін былай жаса деп. И вообще инстаграмда сол оказывается мен дайректке тез жауап береді екенмін да. Мен байқаймын, билет еще мажат, Асад мырза, мен сіз жауап береді деп ойлаған жоқпын дейді. Мен адамбыз ғой, кім үшін жауап береді деп ойламайсың деймін да. Типа ойлайды, бір 50 подписчигі бар, мына кісі жауап бермейді, өзінше деп ше. Ну, блин, ребята, мен ондай емеспін, мен маған жазасыздар, мен всегда жауап беремін, обратная связь, мен көмектесуге дайынмын любой адамға. Мен өткен жол бір инстаграмнан таргетпен менің алдыма бір жарнама шықты. Мобилографияға үйретеміз, 15 000 теңге деген сияқты. А сенің бағаларың ондай емес. Саған оқуға қатысу үшін қанша теңге төлеу керек? Бізде курсымыз онлайн, офлайн екі форматта бар. Онлайн негізі 75-80 мың теңгенің арзып бер жағы. Скоро бағасы қымбаттайды, потому что біз тағы дополнительный фишкалар қосып жатырмыз. И офлайнда 150 мың теңгеден жоғары қарай 300 мың 500 мың кете береді. Ал 15 мың теңгеге, 10 мың теңгеге, 590 теңгеге де курстар бар. Енді ойлап қараңыз, мынандай психологиялық не бар, как понятие бар да. Предположим, сіз 5 мың теңге курс алдыңыз. Супер үйреніп шығасыз примерно. Но сіз клиенттің алдына барған кезде сіздің видеоңыздың жасаған құны примерно 5 мың теңге болады. Потому что сіз өзіңіз примерно әлі 50 мың теңгеге, 150 мың теңгеге товар алып көрмесеңіз, сіз клиентқа өзіңіздің видеоңызды 150 мыңға 200 мың сата алмайсыз, никак сата алмайсыз. А когда сіз өзіңіз через себя пропускаете, сол бағаны өзіңіз инвестиция ретінде сондай қымбат баға курс алып көрсеңіз, кейін өзіңіздің істеген видеоңызды заказчикке смело уверенно айта бересіз, потому что оны сіз өзіңіз сезінгенсіз, өзіңіз білесіз да, қандай ол не екенін, риск, ну, мысалы құндылығы бар екенін. Ал атак нарықта қазір Америкада да, Россияда да, біздің қасында да 2000 теңге, 1000 теңгеге курстар өте көп. Мобилографияда бар, SMM-да бар, барлық курстар бар, даже 990 теңгеге де бар да негізінде. Ну, енді примерно ол бағасын сондай болады да. Там супер болады деп айтмаймын. Құпия болмаса, айына қазір табысың қанша? Әрине біреудің қаржысын санаған бір бия деп көрінуі мүмкін, бірақ сонда да мүмкін кейбір жастарға ол мотивация беретін шығар. Средний еме болса, соңғы бір жыл еспейтін болсам, айлық табысым 3 миллион мен 5 миллион арасы. Ал соңғы 2 ай еспейтін болсам, алдыңғы айда менде 7 миллион болды табыс. Осы кеше ғана Каспий болдым, тоже бір сұраған, тоже мотивация көрсетіп берші деп шамағанша. Қарадым выписка жасап, сөйтсем, ол жерде менде 24 миллион болды. Соңғы айда, осы август айында. Яғни бұл ешқандай да құлақтан тебетін әңгіме емес, шынымен де рас әңгіме. 24 миллион. Телефон видео түсіру. Камера жоқ. 2020 пандемия, көп адам жұмыссыз қалды. Көп бизнес құлады. Көп кәсіпкерлер мүлдем бағытын ауыстырып жіберді. Көп қызметкерлер өздерінің салаларын ауыстырып жіберді. Ал сен керісінше өзің дамыттың, кәсібіңді жүргіздің, және табысыңды қанша есеге көбейіп кетті сонда? Бухгалтерияда 500 теңге табыс табатынмын, ал қазір 20 миллион айтайын, айна, орта есеппен 20 миллион дейін. Енді сонда 500 мың болатын болса, 40 есе болып тұр сонда. Бухгалтер нақты есебін берді. 40 есе. Сөзім жоқ. Арманың қандай? Арманым енді негізінде мен енді білмеймін, детский арман шығар мүмкін. Кішкенде мен өзім ғылымды қатты жақсы көремін, науканы қатты жақсы көремін, физиканы қатты жақсы көремін. Квантовая физика, наукалар өте қатты жақсы көремін кішкенде кезімнен. Енді ондай идея берген маған жаңағыдай Роберт Земекистің киносы бар, «Назад в будущее» деген. Сол кино маған қатты мотивация береді, мен оны әлі де көремін, айына бір рет как минимум көріп тұрамын. Мотивация ретінде, идея ретінде. И бір детский арман бар менде, балалық арман, ұшатын машина ойлап тауып, сол жерде бар да сондай. И мен ойлаймын, ближайший бір 10 жылдың ішінде тура сол кинодағыда ұшатын машина ойлап табылатын шығар. Мүмкін осы мен шығаратын шығармын. Потому что бір түсімде көргем, мен сондай машина ойлап шығарғанмын да. И мен соған жетемін деп ойлаймын, потому что любой, мысалы там Walt Disney алсақ та, жаңа Marvel'дің комиксін алсақ та, ол да сол шығарған адамдардың кішкентай кезіндегі армандары. Ал қазір ойлаңызшы, миллиардтаған ақша, табыс, қаншама халықтың эмоцияға не істеп жатыр да, сатып жатыр да. Сол секілді мен де кішкентай кезімдегі арманым, ол да ертең халыққа өте үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын. То есть мен соған жұмыс істеймін.